Құрметті кітап сүйер қауым, кітап таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсеріңді өмір қажетіне жарата білу әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Біз президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының челленджі бойынша оқыған ақын жазушыларымыздың қаламында тербеліп, алтын әріптермен жазылған терең, мән мағынаға толы кітаптарды сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Зейнеп Ахметованың «Бабалар аманаты» атты кітабы қазақ келіндерінің төлқұжаты болуы керек. Халқымыздың қаһарман ұлы Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп апа ұзақ жылдар жүргізген күнделігінің негізінде жазған. Мұндағы басты әңгіме арқауы Батыр атамыздың баяндауында ұсынылады. Автор осыдан 30-40 жыл бұрынғы оқиғаларды тап қазір ғана болғандай көз алдыңызға келтіріп, сондағы Момышұлы шаңырағында айтылған әңгіме, шертілген сырды шешен тілмен баяндайды. Бұл кітапты оқыған әр қазақтың қызы асыл қасиеттерді бойына сіңіріп, айналасына үлгі боларлықтай сүйікті жар, ибалы келін, аяулы ана болары сөзсіз. Қалмұқан Исабаев, Шоң би. Кітапта қазақ жеріне көз тіккен, бүкіл жерін тартып алу мақсатында Ресей билеушілерінің бірнеше жерлерге орыс бекіністерін салудан бастайды. Қазақтарды шоқындыру кезеңінде көруімізге болады. Сол кездегі қазақ билерінің билікке таласуы, қазақ халқының мына шұрайлы, малға жайлы жерлерінің тарылып, қиналған кездері суреттелген. Осы қиын қыстау кезеңде қара халықтың мұңын көздеп, жоғын жоқтайтын Шоң би елдің тұтастығы үшін күреседі. Шоң би өзінің әділдігімен, тапқырлығымен халықтың ықыласына бөленген саясаткер деуге болады. Құбығұл Жарықбаевтың «Ақылдың кені» кітабы ұлық ойшылдардың болашақ ұрпаққа қалдырып кеткен нақыл сөздері тәрбиеге, адамгершілікке, еңбек пен өнерге, ұстазға және табиғатқа деген махаббатын жинақ ретінде ұсынып отыр. Бұл кітапта бүкіл әлемге атақты жазушы, философтардың ғибратты сөздері келтірілген. Осы кітапты алып оқыған жастардың ойына ой қосары сөзсіз. Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» атты романында соғыстан аман-есен келген жас солдаттың өмірі мен оның ойларын жасырмай көпшілікке ашық, әдемі түрде жеткізе білді. Ерболдың өз махаббатын жолықтыруы, болашағына жол ашып, өз жолын табуын көркем суретке келіп, кейінгі ұрпаққа үлгі боларлық дәстүр қасиеттерін насихаттау болып табылды. Бұл кітапта жастарға үлгі болар дүние көп болғандықтан, осы кітапты оқуға жастарымызды шақырды. Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» атты романы барды жоқ, тауды жер еткен тажал соғыс кезіндегі тауқыметті сөз ете отырып, майдан мен ел шекарасындағы нәзік жандардың өліммен арпалысын суреттейді. Сөз соңында шығармадағы әженің «шырағың сөнбесін» деген сөзін барша елге тілегім келеді. Мына өмірдің шамшырағы, кемел келешегі біздің ұрпағымыз үшін шырағымызды сөндіріп алмайықшы. Автор психология, тұлғалық өсуге қатысты соңғы жаңалықтарды ашып бағыт-бағдар береді. Және әрекет ету бағдарламасында адам кем дегенде күніне 30 минутын өз-өзін дамытуға арнауы тиіс. Бүгін ақпараттық технологиялардың қарыштап өсіп жатқан тұсында өзіміздің адами құндылықтарымызды жетілдіріп, белсенді болғанымыз жөн. Софус Матаевтың «Елім-ай» романы. Бұл кітапты жастарға міндетті түрде оқуға кеңес берер едім. Қазіргі өмір сүріп жүрген жеріміздің қандай қиыншылықпен жеткендігі, жат жерлік басқыншылардан жерімізді қорғап қалуда аянбай күрескен батырларымыздың асқан ерлігі көрсетеді. Бұл кітап жастарды патриоттыққа итермелейді деп сенемін. Кітаптың ерекшелігі көптеген мәліметтер тарихи деректерге сүйене отырып жазылған.
адамға ой салатын кейбір ғибратты сөздерді айта кеткенді жөн көрдім. Төбедегі төреден далаңдағы қараң артық, түйілсе екпін, шамырқанса толқын. Ғанибет ханда емес халықта, топтанса тот баспас асыл, талпынса дауыл. Ыдыраса тезек тұяқта таптайды, желде мүжейді. Бірлігі кеткен ел жаман, деген сияқты сөздерді Исламдағы бала тәрбиесі кітабында бала тәрбиесінің мұсылмандық бастаулары қамтылған. Атап айтар болсақ, қалыңдық таңдау мен жанұя құрудың мән-маңызы, ұрпақ тазалығы, сәби дүниеге келгенде атқарылатын діни салт-жоралғылар және мұсылмандық тәрбиенің мәйегі мен негіздері баяндалады. Ислам дінінде бала өмірдегі сынақтардың бірі ретінде қаралады. Сол себепті сынақтан сүрінбей өту үшін балаға өмірдегі жақсы мен жаманды, обал мен сауапты қалай еткенде жақсы адам болып қалыптасудың жолдарын үйретеді. Бұл челлендждің басты мақсаты жастардың кітапқа деген қызығушылығын арттырып, білімге деген құштарлығын ояту. Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына екенін естен шығармайық. Осы бастамамыз әлі жалғасын табады. Назарларыңызға рахмет.